Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандарым. Айнұр Мақсұтқызының кеш келген бағым атты әңгімесін тыңдай отырыңыздар. Маған тіркелмесеңіздер тіркеліп, қолдау білдіріп кетіңіздер. Асқар мен Салтанаттың отасқандарына 10 жыл. Алтын асықтай, күміс қасықтай екі ұл мен бір қыздары бар. Біреуден ілгері, біреуден кеш өмір сүріп келе жатқан отбасы. Бірақ отбасы деген аты ғана. 3 бала шағасы үшін ғана бір жастыққа бас түйістіріп, бір шаңырақтың түтінін түтетуде. Дәлірек айтқанда ғана Салтанат қолынан келгенше үлгілі отбасы болуға тырысады. Ал өзінің сырты бүтін, іші түтін. Күнде абысындары мен атжалман енесіне тұрмысқа шыққаны бар, шықпағаны тағы бар. Беттерісі келіспеген қайынбикелеріне шыдау оңай емес. Таңертеңгілік ерте тұрып, 6 тапан нан жауып, 6 сиырын сауып, сағат тура 8:30-да ыстық тапананға сары май салып, 2 иығы бүлкілдеген самаурынмен таңғы шай беру керек. Бұл үйдің адамдарының тәбеттері тым керемет еді ғой. Бәтшағарлар бір отырғанда 1,5 самаурын шай ішетін. Бір қазан тамақ түк болмай, соңында қасықтары табақпен тақылдап соғысып жататын. Қара шаңырақ деп келіп кететін адамдар бар. Одан қалды, кешкісін жиналып, күліс ойнайтын бай құрдастары тағы бар. Ең сорақысы да осы еді. Таңға дейін карта ойнаса да, байғұс келіншек қылғып жүріп, дембіл-дембіл шай тасушы еді. Аптасына 3 күн міндетті түрде бұл үйдің ауласындағы жазғы асхана тура Қапшағайдың казиносына айналатын. Соның өзінде Асқардың Салтанатқа еш құрметі болмады. Көрсетпеген азабы жоқ. Әр жұма қатынды ұру керек деп бір молдасымақтан айтқанын істеп бейшара келіншекті дымын қалдырмай сабап тастайтын. Мұрны қанап, басы жарылып жатса да, енесі қыздарын қасына жинап алып, тілінен тапқан шығар деп отыра беретін. 3 бала шағасы шырылдап, бір бөлмеге тығылып жылап отыратын. Содан болар әкелерін жек көреді. Әсіресе тұңғышы Сырым өте кекшіл. Анасының зар еңіреген дауысын естігенде бірнеше рет араша түсем деп өзі таяқ жеп қалады. 9 жасар балада қай бір күш болсын, әкелері бір ұрып, қабырғаға жабыстырып жіберуші еді. Әбден құр сүлдері қалғанда ғана есінен танып, мұрны, аузы қанағанда тоқтайтын күйеуі. Ертесіне денесін ала алмай тұрса да, бет аузы көк ала қойдай болып тіршілігін жасап жүретін. Соның өзінде кетпейді. Өйткені барар жері жоқ, басар тауы жоқ. Төркініндегі 90-ға келген әжесі қалай пана болсын бұл байқұсқа. Ал жеңгесі 2 күннен артық тұрғызбайтыны анық. Ағасы сорлы біреу, сондықтан шыдап, әліптің артын бағумен таңы атып, кеше батуда. Қайын жұрттың қорлығын көріп келе жатқанына міне 10 жыл. Әлі де жалғаса берер еді, егер дәл сол күнгі өмірін түбегейлі өзгертетін оқиға орын алмағанда. Жаздың жайлы кештерінің бірі. Ауладағы тапшанда кешкі астан соң дастархан жинап жүрген Салтанаттың көзі дарбазадан кіріп келген 2 келіншекке түсті. Айдың күні аманында бұл үйге келіп кетуші ағайын көп, бірақ бұл кісілерді Салтанат танымады. Тапшаның төрінде жантайып жатқан атасы мен мұрнының ұшына көзілдірік іліп, газет оқып отырған енесі де әлгі кісілерді танымай таңырқап қарап отыр. Салтанат мән бермей, ыдыстарды жазғы асханаға тасып, тіршілігін жасап жүр. 2 келіншек тапшанға жақындай келе, кеш жарық, Асқар осы үйде тұрады ма деп, амандық саулық жоқ, зіркілдеп сұрады. Төрдегі атасы орнынан тұрып, молдасын құрып отыра, "Иә, Асқардың үйі осы. Кім боласыздар?" деп сынай сұрады. Әшейінде төбесінен сөз асырмайтын, "Сен тұр, мен ұрайын" дейтін енесінде үн жоқ. Тапшанға жақындағанда ғана 2 келіншектің бірі жасы 50-ден асқан апа екені анық көрінді. Кешкі ымырттан артықша келген толғаны анықта көре алмаған. Салтанат енді ғана байқап тұр. Сол апа тапшанның шетіне ыңғайлана отырып әңгімесін бастады. "Амансыздар ма? Есімім Балзия. Шәуілдірден келіп тұрмын. Асқарды іздеп жүрміз. Асқарға келдік. Өзі қайда?" "Асқар жұмыста. Мен әкесімін. Мына отырған шешесі. Не уәжбен келдіңіздер? Себебін айтыңыздар." "Әкесі болсаңыз айтайық. Анасы, сіз де тыңдаңыз. Бірақ сабыр сақтаңыздар. Алдымен әңгіменің байыбын тыңдап алғайсыздар. Менің 17 жасар қызым, сіздердің ұлдарыңыз Асқардан аяғы ауыр. Кәмелетке толмаған. Қайдан ғана танысып табысқанын білмедім. Оңбаған қыз аяғы ауырлап қалғанын өзі де білмейді. Мына тұрған жеңгесі байқады. Толып жатыр деп мән бермей жүргем. Бір күні төбеме жай түскендей осы хабарды келінімнен естідім.
өлерімді, өнерімді білмей жүр ағасы. Қызымның мойнын үзуге бармын, бірақ ұлдарым мен шалымнан қорқып әлі айтпадым. 4 айлық екен, ішіндегісі жыбырлап қалыпты. Кеше оңашаға шақырып сөйлестім. Біздің ауылға сіздің балаңыз вахтамен жұмысқа келеді екен, құрылысқа. Сөйтіп бір күні Бешірге барғанда танысқан екен. Өзін ажырасқанмын, әйелім жүргіш болды. Бүкіл ауылға мені қарабет қылды. Содан семья бола алмадық депті. Менің ақылсызым соның сөзіне иланып, құлай сүйіп ақырында етегіне ие бола алмапты. Сіздер де ата-анасыздар ғой. Мен анамын. Қалай қылайын айтыңыздаршы. 2 ұлым бар. Олай естісе, жалғыз қызымды тірідей көміп тастайды. Өзі өлсе ешнәрсе емес қой. Ішіндегі жазықсыз шарананың кінәсі қайсы? 3 күн, 3 түн қан сыйып ұйықтай алмадым. Ағасы-ау деп сөзін аяқтай алмай еңіреп қоя берді. Айнала құлақ түргендей тыныштық орнады. Салтанатта үн жоқ. Өңі, түсі екенін ұқпастан отыр. Атасы келініне бір, кемпіріне бір қарап, ол отыр. Енесі көзілдірігін тістеп, газетін умаждап, ол отыр. Тыныштықты бірінші болып атасы бұзды. Енді бізден не сұрап отырсыздар? Еркекке сенгенше 2 босағаға сену керек. Қыз баланың көрінген еркектің қойнына құламауға тәрбиелемеген өздеріңізден көріңіздер. Асқарымның келіншегі міне отыр. Ешқайда да кеткен жоқ. Ешкіммен де жүрген жоқ. Жаңа өздеріңіз кірген жасыл дарбазадан шықпағанына 5 күн болды. 30-дан асқан еркектің етегін ұстайтын қандай қыз ол деп атасы қаһарлы сөздерімен келген апайды түйреп алды. Ағасы, маған несінен дүрсе қойып отырсыз? Қызым осындай болсын деп Құдайдан сұраппын ба мен? Баланы туамыз ғой, бірақ мінезін тумаймыз. Қызымның мінезі үйде, қылығы түзде деуші ма еді? Менде жетіскеннен келіп тұрғаным жоқ. Болған іс болды, бояуы сіңді. Енді мәселенің шешімін іздейік. Сіз бен біз болып деп балзия жалынған кейіп танытты. Әй айналайын, мені тыңда. Манадан бері үндемей отырғанға мені мылқау деме. Қызыңызды ұлымыздың астына салып бергеніміз жоқ. Бізден не сұрайсың сен? Ақша керек десең, оны айт деп енесі әңгімеге кірісті, білекті сыбанып. Мен сізден ақша сұрап отқаным жоқ. Ал енді айтсайшы, не үшін келдің? Асқарыма тоқалдыққа берейін деп пе едің қызыңды? Міне келінім, әне балалары ойнап жүр көшеде. Маған не дейсің енді? Менің қызымның ішінде де сіздің немереңіз ғой апа. Мен сенің қызыңнан немере сұрамадым. Өздерің бір нәрсе қылып шешіңдер енді. Асқар қазір Атырауда 1 айдан соң келеді. Апа, ауызбіршілікпен шешейік. Егер арыз жазсам, ұлын түрменің түбіне шірейді. Әрине ұлдарым түрмеге дейін жетсе. Сотталғанына қуанасыз әйтпесе апа. Ойланыңыз, Асқар үйленеді. Әкем мен апамнан не сұрайсыздар? Өзіміз шешетін мәселе. Тек Асқар жұмыстан келсін. 1 аптадан соң келеді. Өзінен хабар күтіңіздер. Біз де бұл мәселені бір жақты қарамай, өзінен сұрайық деп Салтанат үйге кіріп кетті. Үйленгені несі-ау келін? 2-ші қылып әпермекшісің бе? Қызығы осы қазіргі жастар. Түрмеге кетсе кетсін деп атасы бұрқылдап отыр. Аға, 2-ші қылып әперсеңіз де келесін береміз. Тек ұлдары мен әкелері естімесе болды маған деп балсия жылап сықтап, орнынан сүйретіліп тұра, келінін ертіп шығып кетті. Енесі сол үйі жағы ашпады. Шырайлы кештің шырқын бұзған шақырусыз қонақтар кеткен соң атасы келінін шақырып алды. Әлі де ашулы басылмаған шал Салтанаттың айтқан сөзінде бір мән бар екенін біліп отыр. Сол мәселесін майшамен қарамақшы. Келін деп жуан даусымен найзағайдай күркірей шақырды. Иә әке деп әшейінде әуата деп жүгіретін келіні осы жолы даусындағы зілді жасыра алмады. Кел мұнда. Тыңдап тұрмын. Асқар үйленеді дегеніңе жол болсын. Енді не істейді әке? Үйленбей. Біреудің өрімде қызын бүлдіріп отыр. Аяғы ауыр дейді. Естідім, бірақ ол рас па жоқ па белгісіз. Бәлкім ол Асқардікі емес шығар. Тексерту керек. Тексертіңіздер, маған бәрі бар. Бірақ сол тексеріске дейін апарғанда Асқардікі болып шықса, онда балаларыңыз сотталады. Не деп отырсың сен, я? Деп осы кезде енесінің бағанадан бері сөніп тұрған санасы іске қосылды. Апа, мен ақиқатын айтып тұрмын. Тоқташ сен кемпір деп. Атасы кемпірін атарға оқтаппаған соң көз қарасымен маңдайдан бір-ақ атты. Мен неге тоқтайды екенмін? Мен шешесі болған соң жүрегім ауырады. Қарнымды жарып шыққан шұбар жылан емес пе? Әкесі-ау, мына қатын сотталады деп бейқам айтып тұрғанына жыным келіп кетті. Үлкен тұр демейді көргенсіз. Әке шеше көрмеген сорлы
Әке шеше сыйлауды қайдан білсін деп тілі ине бәрі ашуын келіннен алды. Апа, жетер, әке шешемді қозғамаңыз. Әке шешесіз өсуді мен Құдайдан тілеп алғаным жоқ. Әке шешем болмаса да, әжемнің тәрбиесінің арқасында осы уақытқа дейін алдарыңызды кесіп өтпедім. Тәрбие туралы сіз айтпай қойыңызшы маған. Сіздің берген тәрбиеңіз мықты болса, Асқар осындай иттік жасамаған болар еді маған деп, бірнеше жыл бойы ішінде қақталып қалған ашуын шығарып, көзіне келген жасты жасырмады. Менің балам күнәлі де емес. Ол қатын оттап кетті. Сенбеймін деп енесі бет бақтырар емес. Сенбесеңіз неге онда үнсіз отырдыңыз? Айтпадыңыз ба өтірік деп? Үнсіз тыңдап отырдыңыз емес пе? Балам келсін, балам келгесін бәрі өз орнына келеді. Және сен де мына қылығың үшін жауап бересің деп іргеге бетін бұрып, теріс қарап газетін әрі қарай оқып отырған кейіп танытты. Әдеттегідей түскі астан соң Асқар келді. Үйге кіре сала, ассалаумағалейкум, уә рахматуллахи, уә бәракатух деп дауыстап табалдырықта тұрып амандасты. Балалары әкелерінің алдынан жүгіріп шықпады. Келіншегі де қолындағы сөмкесін алып күтіп алмады. Әке шешесі орындарынан қозғалмастан отыра берді. Әй молдасымақ бері кел, қораздай, ойбайламай деп төрде отырған әкесі амандық саулықсыз ұлын қасына шақырды. Қалайсыз әке деп Асқар еңтелей амандасқысы келді. Әй иттің күшігі, күндіз имам түнде иван екенсің ғой өзің, ә? Деп қолын алғысы келген баласының қолын қағып жіберді әкесі. Ойбу әке, не болып қалды? Кірместен жағадан алдыңыз ғой деп бұрқылдай сөйлей анасына қолын созды. Кетшей жүгірмек, осындай сорақылықты көрейін деп тудым ба сені деп, анасы да баласының қолын алмай кері қайтарды. Апау, не болған сіздерге? Адам өлтірген адамдай маған жиіркене қарап тұрсыздар ғой. Шәуілдірден бір қатын келді. Қызым 2 қабат балаңнан дейді деп әкесі баласына әңгімені төтесінен бастады. Кім деп Асқар аң-таң. Әй бала, ойнамай жөніңді айт. Рас па 17 жасар қызбен көңіл қосқаның деп анасы да қосыла сұрақты оқша боратты. Қандай қыз, не айтып тұрсыздар? Балзия деген қатын келді. Маржан деген қызы сенен аяғы ауыр екен деп шешесі бәрін басынан айтып берді. Асқар жерге отыра кетті. Манадан бері сырттарынан бақылап тұрған Салтанат бозарып кеткен күйеуінің түрін көріп, теріс бұрылып бөлмесіне кіріп кетті. Ақырындап киімдерін жинап жүр. Кеудесі еңіреп тұрса да көзінен жас шықпады. Әбден ашу-ызаға булығып қалған келіншекке 2 қойын 1 сом 50 тиын болып тұр. Арғы бөлмеде айқай-шу, еміс-еміс атасының боғауыз естіледі. Араға 1 сағат салып қана Асқар бөлмесіне кірді. Салтанат, сөйлемеші. Салтанат, түсіндірейінші. Нені түсіндіресің? 3 балаң бола тұра біреудің қашадай қызын 2 қабат қылғаныңа түсініктемең бар ма? Мен жай уақыт өткізейін деп бұлай боларын ойламадым. Ақымақ, өзің де қыз өсіріп отырсың. Өмірдің бумеранг екенін ұмытқан екенсің. Сенің күнәларың мен кінәларың үшін балаларым жауап бермесін. Менің ақ шыдағаным жетер. Шыдамның да шегі бар. Сен үшін талай қорлық көрсем де төзіп едім. Сенің мына иттігіңе төзе алмаспын деп балаларын алып сөмкесін көтеріп шығып кетті. Атасы иек сақалы кемсеңдеп немерелерінің бетінен, келінінің маңдайынан сүйіп, зейнетақы алған сайын кемпірінен тығып жинаған 200 000 ақшаны қолына ұстатып, кешірім сұрап шығарып салды. Болмашы затқа ұрыс шығарып, өмірде көңілі толмайтын енесі де еңіреп жылап, келініне 150 000 ақшасын беріп, әрқашан немерелеріне барып тұратынын айтып қала берді. Көлікке отырып Салтанат төркініне қарай тартып барады. Артында 10 жыл өмірі қалып барады. 10 жыл бойғы қорлық пен азап, 10 жыл бойғы реніш пен өкпе, 10 жыл бойғы қу тіршілік пен шаршау бір-ақ сәтте нәтижесіз қалған сайыстай қалып барады. Кім үшін күресті? Өмірлік серігім деп таңдағаны Асқар үшін, ал ол болса, әй өмір-ай, біреуге бақытты үйіп төгіп бересің, дағы менді біреудің көңіліне қоқымдай қуанышынды қимайсың. Желмен жарыса зулай ұйытқаған көлік деймде-ақ туып өскен ауылдағы әкелді. Кезінде осы ауылдан үлкен отбасылық өмірге бақыт іздеп аттанып еді, ал енді міне араға 10 жыл салып 3 перзентімен қайта келіп тұр. Ары қарай не боларын өзге түгілі өзі де білмейді. Бір білері жаңа өмір, бірақ ол өмірді қай жерінен жаңадан бастайды, қайда барады, кімге барады? Сан алуан сұрақтар сорлы келіншектің санасын солқылдатып тұр.
Бәрін түсініп, біліп келе жатқан сырым ғана. Ол да үнсіз, әлсін-әлсін анасына қарайлап, екі кішкентай бауырларын қолынан тастамай ертіп келеді. Тіпті мейрам мерекеде келгісі келмейтін қыз үйіне қайта табан тіреп тұр. Қыз күнінде өзі көрген жеңгенің сорақылығын енді балалары көреді ма деп қорқып тұр. Бірақ амал жоқ. Әзірше кем дегенде бір ай тұру керек. Бала шағасымен үйге кіріп келген қайынсіңлісін көрген жеңгесі сызылып амандасып хал жағдай сұрасты. Әжесінің қолынан алып, неліктен келгенін айтпады, айта алмады. Жеңгесінің қас-қабағына қарап үндей алмады. 3-4-ке қыдырып келгенде кейіп танытты. Ең қорқыныштысы осы. Үй 4 күн ішінде баратын жер табу керек. Әрі ойланып, бері ойланып, кластасы Марал есіне түседі. Қалада бірнеше дүкендері бар Марал өте ақ көңіл жан. Екеуі 11 жыл бір партада отырды. Бұл Асқарға тұрмысқа шыққанда, қыз жолдас болып еріп барғанда Марал болатын. Бірақ кейін келе қайын жұртының көңіліне қарап, құрбысымен араласуды қойған еді. Маралдың туыстарынан нөмірін алып, оған хабарласып бар мән-жайды түсіндірді. Екі құрбы бірнеше сағат бойы сөйлесіп, ақырында қалада кездесетін болып шешті. Төркініне келгенде 4-ші күннің таң атысымен Салтанат екі баласын алып қалаға құрбысына жол тартты. Автовокзалда екеуі құшақтасып, көз жастарына ерік берді. Салтанатты 3 баласымен үйіне орналастырған Марал одан ешқандай да пәтер ақы да алмайтынын айтты. Өзі де бір ұлымен күйеуімен ажырасып, өз әкесінен қалған 30 бас сиырды сатып, бизнесін бастаған екен. Әдепкіде талай тар жол, тайғақ кешулерден өтсе де барлық адал жүріп, ақ сөйлейтін жалғыз басты әйелдердің көрген қиыншылығын ол да көрді. Еркексіз әйел кім қызықпасын? Марал да бет біткеннің сұлуы, оны таныған еркек кіндіктілерден арасында сөз салмағаны қалмаған шығар сірә. Дегенмен оқ бойын таза жолдардан тайдырмады. Ұлының алдында ары таза ана. Салтанат барлық жағдайды басынан бастап өтір нүктесін қалдырмай айтып берді. Екеуі түні бойы ұйықтамай сырласып, сөз соңында Марал Салтанатты қаланың ортасындағы шағын ғана азық-түлік дүкеніне әзірше сатушы болып жұмысқа алатынын айтты. Кейінірек әбден үйренген соң сол дүкенді өзіне жалға беруге келісті. Маралдың жалғыз ұлы мен Салтанаттың 2 ұлы және бір қызы тіл табысып кетті. Қызын балабақшаға, ұлдарды жаңа мектепке орналастырды. Салтанат араға бір апта салып, 2 ұлының құжаттарын алуға ауылына барды. Бір жолы киімдерін де әкетуге үйіне жолығуды жөн көрмеді. Маралдың көлігімен зуылдап ауылға да жетіп қалды. Құжаттарын да тестіріп болған соң қайын жұртының үйіне келді. Дарбазаның кіре сала алдынан жүгіріп шығып сәлем салған жас келіншекті көргенде талып қала жаздады. Құдай қосқан күйеуі Асқар бас-аяғы 10 күннің ішінде 2-ші рет үйленіп алыпты. Атасы мен енесі төмен қарап, сарайға жинап қойған киімдерін жүгетіп, тиеп берді. Қайынсіңлілері жылап шығарып салды. Қалаға қайта жолда Салтанаттың өзегі өртеніп жылап келді. 10 жыл уақытты санасынан өшіру оңай емес, әлгі көрініс оны қайта-қайта жібергендей. Қалаға жеткенде ашу-ызаға булыққан келіншек жаңа өмір бастауға батыл қадам басты. Бойындағы қорқынышты жеңіп, алға мақсат қоя бастады. Салтанаттың дүкендегі жұмысы басталғанына 2 ай болды. Біршама клиенттермен танысып, ортақ тіл табысып та үлгерді. Марал бірінші кезекте Салтанатқа су жаңа ұялы телефон әперді. Оған қоса ай сайын зейнетақы қорына 20 мың ақша салып, қолына 100 мың теңге айлық беріп отырды. Үйге азық-түлік алғызбай, айлығын есеп-шотқа салып жинауға кеңес берді. Балаларын да Салтанаттың өзінде бірсыпыра киіндіріп, бастан аяқ жаңа киім әперді. Олардың қазіргі көздегені пәтер алу. Бұл 2 құрбы тағдырлас қыздар. Екеуі де аналарынан ерте айырылған. Марал күйеуге шығам дегенше әкесі болды. Кейін ұлын босанған соң кенеттен әкесі науқастанып дүниеден өтті. Ал Санат бала кезінен тұл жетім. Анасы да, әкесі де өмірден ерте кеткен. Ағасы екеуін әжесі тұмсықтыға шоқтырмай, қанаттыға қақтырмай өсірді. Бірақ ағасының әйелі дұрыс болмады. Салтанатты дүкенге келуші клиенттердің барлығы дерлік ұнататын. Күлкісі күндей, өзі нұрдай келіншек адамдар өзіне бір көргеннен баурап алатын қасиеті бар. Әрдайым күлімсіреп, сыйластық танытып тұратын келіншек Ибрагим ағайға да ұнап жүр. Ибрагим ағай жасы 60-ты, алқымдаған, шашына енді ғана ақ түскен, бойын тік ұстап жүретін өте тазайым кісі.
Өзінің жүрісі де ширақ, күлімдеген жүзін торы басқан білінер білінбес әжімдері болмаса, бұл кісіні 60-қа жуықтаған деп ешкім айтпайды. Сөз саптауы мен ой баптауы ерекше. Тура кинолардағы ақсүйекті интеллигенттерсің. Ибрагим ағай осы маңдағы көп қабатты тұрғын үйлердің бірінде тұрады. Күнделікті таңертеңгілік таңғы шәйіне балғын бөлішкесін Салтанаттың дүкенінен алады. Осылайша амандық саулықтан басталған таныстықтары басталды. Салтанаттың сұлулығы мен сөйлеу мәнері, сыпайылығы ағайды өзіне тәнті етті. Болмашы сұлтанмен дүкенге келіп Салтанатты бір көруге ынтық. Келген сайын әдемі келіншекке комплименттер айтып, төбесін бір еліп көкке жеткізбей кетеді. Салтанатты Ибрагим ағайдан келген уақытын және онымен 10 минут болса да әңгімелесетін сәтті күтеді. Ағалы қарындастай араласып жүргендеріне міне бір жылдай уақытта өте шықты. Бірде әдеттегідей Ибрагим ағай дүкенге келгенде Салтанат жылап отыр. Әрдайым күліп отыратын келіншектің көз жасын көріп қорқып кетті. Салтоша, сәлем. Не болды саған? Неге жылап отырсың? Саламатсыз ба, көке? Ой, несін сұрайсыз? Дүкенімізді жапқалы жатыр. Санитарлық нормаларға сәйкес емес дейді. Өртке қарсы бөлімшенің де қажетті құжаттары жоқ екен. Құрбыма айтқан едім, бірақ ол да құжаттарды рәсімдей алмай жатыр. Соған бола жылайсың ба, қарғам-ау? Дүкенімді жауып тастасам мен не істеймін? Білесіз ғой, құрбым Аралда 2 айға Турцияға кетті. Маған бас-көз бол деп тастап кетті емес пе? Жалға алғаныма да 2 ай енді болады. Дымсаспа, өзім реттеймін. Ертең бұл мәселені шешеміз деп қолдап кетті ағайы. 2-3 күннен соң шынымен-ақ бүкіл керек құжаттарды рәсімдеп Салтанаттың қолына әкеліп берді. Енді дымды да уайымдамай, жұмысыңды жасай бер. Бұдан былай жылаушы болма, бірінші маған айт. Шешілмейтін мәселе жоқ, шешеміз. Жастар айтпақшы, шешу үшін жүрміз ғой деп әзілдесе жұбатты. Көкеу, рахмет сізге. Мен не айтарымды білмей тұрмын. Туған бауырыммен осындай ықылас көрмеппін. Онда мен саған туған бауырыңнан артық болайын, Салтоша. Сен тек маған айтсаң болды. Көріскенше күн аман болсын деп Ибрагим ағай қолдау көрсетті. Ағай, кешкісін сізді шайға шақырамын. Өз қолыммен сізге ас әзірлеп шай берейін. Бұл еңбегіңіздің ешқашан өтей алмайтынымды білемін. Дегенмен қазақпыз, наннан үлкен ешкім жоқ. Үйімізге келіп төрімізде отырып, ақ батаңызды берсеңіз, үйге қонақ келсе, балаларым да қуанып қалар еді. Жарайды, мен әрине келісемін. 4 қабырғаға телмірген жалғыз басты шал болсам да, кісі үйін жағалап, шай ішпеппін. Бірақ сенің үйіңе қонақ болуға мен дайынмын. Салтоша, мен таңның атысынан күннің батысына дейін 4 қабырғаға телмірумен уақытым өтеді. Телевизор мен интернеттен басқа серігім жоқ. Балаларды осылай көлігіммен тасып жүру мен үшін түк қиын емес деп Ибрагим ағай кешкісін балаларды үйірмеден үйлеріне әкелгенде ұялып тұрған Салтанатқа түсіндіріп жатыр. Ағай, мен сізге ауыртпалық болдым-ау, қайдағын айтпашы сен қыз. Ненің ауыртпалығы? Үйге кіріңіз, ағай. Кешкі асты ішейік. Табалдырықта тұрмаңыз, жоғарылатыңыз. Ет асып жатыр едім. Охо, ет дегенде бет бар ма? Кірсем кірейін. Қасқыр мен қазақ ет жеп жарысса, міндетті түрде Қазекең жеңеді деп әзілде жүріп, қолын жуып қонақ бөлмеге өтті. Бөлмелерінен киімдерін ауыстырып шыққан балалары тамақ дайын боламын дегенше көкелеріне күнделіктерін көрсетіп, бестік бақалармен мақтанды. Сырым мен дарын домбыра тартып, үйірмелері келетінін айтқанда, көкелері келесі айдан бастап домбыра үйірмесіне апаруға сөз берді. Балалар бақытты, ал анасы бойындағы сезімнің не екенін өзі де білмейді. Махаббат деуге келмейді. Не дегенмен жас айырмашылығы жер мен көктей, бірақ Ибрагим ағайға деген ықыласы ерекше. Алынбас қамалдай көреді ол кісіні. Бар сенері де, арқа сүйері де сол кісі. Маралдың келуін асыға күтуде. Жарты жылдан бері Туркия елінде жүріп жатқан Маралдың келуіне тағы жарты жыл уақыт бар. Анкарада келісім шарт бойынша қызмет жасап жүрген құрбысын өте сағынды. Ал тамақ дайын, қанекей бәріміз дастарханға жиналамыз деп Салтанат бір табақ етті ортаға қойды. Балалар, отырыңдар. Сырым, сен менің оң жағыма отыр. Дарын, сен мен кел мұнда, сол жағыма отыр. Қазір екеуің етті қалай турай керек екенін үйретемін деп
Ибрагим екі ұлға тура әке тәрбиесінің бір көрінісін көрсетті. Салтанат тамағына ащы өксік тірелді. Әрі, бері жұта алмай дәл кеңірдегіне тіреліп тұрғандай. Көз алдына Асқар елестеп кетті. Дәл осылай екі ұлына мардымды тәрбие беріп, әкелік махаббатынан ада қылмай отыра алмағанына іші күйді. Бір емес екі ұл өсіп келеді, әкесіз. Ертеңгі күні Салтанат оларға әке бола ала ма? Анасына айта алмайтын сырларын бұл екеуі кімге айтады? Белгісіз, бәрі болашақтың еншісінде. Ау Салтыш, ер азамат болып, тамақты бастап жібердік. Сен әлі отырсың телевизорға үңіліп. Тамақтан алсаңшы, нәзігім сені күтіп отыр емес пе? Осы қыздарды түсінбеймін, неге кешкі астан бас тартады екенін, деп екі ұлға қарап көзін қысып қойды. Фигура ғой, көкеу диета, кешкі ас қыздарды семіртеді екен деп қылжақ бастау келген кенже баласы дарын көкесіне қарап, әзілін әкете жөнелді. Болды жігіттер, ешқандай да диета жоқ. Мен де, нәзігім де тамақ жейміз. Қазір сендерге қалдырмай, бәрін өзіміз тауысып қоямыз. Иә қызым деп Салтанат көзіндегі мұңды жасырып қалғысы келді, бірақ оның онысынан түк шықпады. Ибрагим ағай әлде қашан байқап қалған еді. Тек балалардың көзінше жасырып әлек. Кешкі астан соң балалар сабақ жасауға бөлмелеріне кіріп кетті. Ибрагим қалып шай ішпекті. Шай ішу деген сылтау, ол тек Салтанатпен сөйлескісі келді. Не үшін кеш бойы көңілінің ісін істесе де көңілсіз отырғанын білгісі келді. Салтанат шайға тәттілерін әкеліп, дастарханға жайғасты. Салтуша, ет керемет болды. Енді мына тәттілерді қалай жесем екен? Көзімнің жауын алып барады. Сенің қолың алтын ғой деп, Ибрагим ағай келіншекті бір марқайтып, комплимент айтты. Қойыңызшы ағай, мені ұялып тастадыңыз ғой. Аса бір аспаз емеспін. Әйтеуір қолдан келгенше балалар дүкеннің тағамдарын емес, үйдің тағамдарын жегенін қалаймын. Жоқ, шынымен, сені танымасам аспазшы деп ойлар едім. Әттең екі асқазаным болғанда ғой деп ағай балаша қуанып кетті. Ағай, мен сізге үлкен алғысымды білдіремін. Не үшін? Тамақтарыңды жегенім үшін бе? Жоға деп Салтанат біреу шымшып алғандай жауап берді. Өзі бұл ісіне ұялып күліп жіберді. Онда не үшін ризасың? Сіз болғанда мен не істер екенмін? Қаншама проблемамды шешіп бердіңіз. Көмегіңіз үшін ризамын. Сіз болмағанда мен не істер екенмін? Оқасы жоқ, біздің қазақ жетімін жылатпаған, жесірін ұзатпаған халықпыз. Алла жетімдік пен жесірліктен сақтасын әрине. Дегенмен, сен сияқты келіншекті жалғыз бастан атандырып, осындай ұл қызға ие болмаған еркекті тірі өлік деуге болады деп, Ибрагим ағай өзінің дана көйлегін тағы бір мәрте дәлелдеді. Өмір болған соң әртүрлі жағдайлар болады ағай. Дұрыс айтасың, шіркін уақыт тым жылдам ғой. Кеше ғана мен де дәл осылай бала шағаммен улап-шулап кешкі ас ішкен адам едім, ал бүгін міне жалғыз қалдым. Ағай, мен ешқашан сіздің отбасыңыз туралы сұрамаппын. Айтыңызшы өзіңіз жайлы. Айтсам айтайын, менде бір кездері бәрі болды. Қызметте, отбасымда, сен сияқты сұлу жарым да болды. Тек осының бәрі өткеннің еншісінде қалып кетті. Жарым дүниеден озғалы биыл 15 жыл. Балаларымды өзім жетілдірдім. Солардың қас-қабағына қарап екінші рет үйлену ойыма да кіріп шықпады. Ешкім де өз анасындай болмайды ғой. Болған күнде де тағдыр мені ондай жолға жолықтыра ма жоқ па, ол да беймәлім еді. Орыстар айтпақшы, рис дело благородное, кто не рискует, тот не пьет шампанского деп. Міне, тіпті сол шампанскойны ішуге де талпынбадым. Балаларымның бағымен ойнағым келмеді. Уақыт өз кезегімен өте берді. Екі ұлымның үлкені мектеп бітірген соң ақшқа оқуға кетті. Артынша 2 жылдан соң екіншісі ағасының ізінен кетті. Араға 7 жыл салып екеуі бірге елге оралды. Екеуін де үйлендірдім. Енді ғана келін алып, немере сүйем ба дегенде келген келіндерім келсап болды. Балаларым келіншегтерімен бөлек шығып кетті. Жылына 1 немесе 2 мәрте келіп тұрады. Немерелерім мені тіпті танымайды да. Келіндерімнің бірі татар, бірі орыс ұлтынан. Немерелерім нағашыларына жақын. Ұлдарым да қайын жұрттың еншісінде. Екеуі де Астанада тұрады. Мен осылайша жалғыз қалдым Салтуша. Маған да оңай емес. Сенің балаларыңмен уақытымның қалай өткенін білмей қаламын. Мен де ата болып, немерелеріме қазақи тәрбие беріп, қазақтың қасиетін байларына дарытам ба деген едім. Ол ойым тек арман болып қалды деп, өмірбаянын айтып бергенде көңілі түсіп кетті. Жүрегіңізді ауыртып ескі жараның бетін тырнадым-ау. Ай, осы менде тіліме ие болмаймын кейде деп, Салтанат ағайдың көңілсіз күйіне өзін кінәлады.
Қоя бер қарға, сенің кінәң жоқ. Дұрыс қой, аралас қоралас болған соң жақын танығанның еш айыбы жоқ. Сен одан да өзің неге көңілсіз отырдың кеш бойы? Айтшы, ішіңде нендей мұң бар? Қолымнан келгенше көмектесемін. Сіздің маған жасап жатқан көмегіңіз онсыз да көп, ағай. Мен сіздің көңіл күйіңізді одан әрі бұзбайын. Жоқ, Салтанат, мен де сені жақын танығым келеді. Не үшін күйеуіңмен ажырастың? Ажырасайын деп ажыраспадым, аға. Мен қаласам да тағдырым қалады. Отбасымды бұзбайын деп қаншама қорлыққа төссем де жазмыстан озмыш жоқ екені рас. Жалпы бұл тағдыр менімен әу бастан мен дүниеге шыр етіп келгеннен бері ойнап келеді. Мені өмірге әкелген соң жарты сағаттан соң анам көп қан жоғалтып дүниеден өтті. Әкем болса өте момын еді. Бір ұл бір қызбен жесір қалған соң анасын, яғни әжемді қолына алды. Әжем біздің ас суымызды дайындап, мектепке шығарып салып күтіп алатын. Әкем тыңбай еңбек етті. Мен 7-ші сынып оқып жүргенде ол аты жаман аурудан дүние салды. Ағам екеуміз әжеміздің зейнетақысымен күн көрдік. Ағам менен 4 жас үлкендігі бар. Әкем дүниеден озғанда ол 10 оқитын. 1 жылдан соң мектеп бітірді. Әжем бауырларын аралап жүріп, ақша жинап ағамды оқуға түсірді. Бірақ ол оқып қарық қылмады. Бұзық балаларға қосылып арақ ішетін. Бір күні ішіп келіп, сен қақпас өмірге бекер келген адамсың. Сен адам емессің, ажалсың. Сен туылмағанда қазір анам қасында болар еді деп мені кінәлады. Мас болған соң мен үндемедім. Есін жиған соң кешірім сұрар деп ойладым. Сөйтсем, кешірім сұрамақ түгілі одан сайын кінәлауын үдетіп жіберді. Отырсам опақ, тұрсам сопақ қылатын. Сөздері өзегімді өртесе де аузымда шалмайтынмын. Мен мектеп бітірген жылы ағам үйленетінін айтты. Әжем қуанып тағы да өзінің бауырларының арқасында тойын жасап берді. Үйленген соң басылар деген үміт пайда болды. Басылуын басылды ғой ағам. Ит жоқта шошқа үредінің кері келіп, жеңгем басымызға әңгір таяқты ойнатты. Үйдің бүкіл тіршілігін әжем екеуміз жасаушы едік. Ал ол болса жаңа түскен келін болса да ілтипат көрсетпеді. Мен небәрі 2 жыл шыдадым. Көрші үйдің апайының айтуымен Асқармен таныстым. Мен тіпті онымен қыз бен жігіт болып ұзақ жүрмедім де. Бірінші кездесуден ақ соңынан еріп кете бардым. Тезірек жеңгемен құтылғанша асыққаным бекер болыпты. Қайын жұртымда мені одан бесе зор сорақылық күтіп тұр екен. Дүйім елдің тамақ шайын уақытымен дайындап, сиыр ешкісін сауып жүргенімде 10 жыл уақыт өтіп кетіпті. 10 жылдан соң менің өмірімде тіпті 4 ұйықтасам мүлде ойыма кірмейтін оқиға орын алды. Деп барлық болған оқиғаны қалайша және не үшін ажырасқанын егжей-тегжейіне дейін айтып берді. Иә, өмір дегені біреу тойып секіреді, біреу тоңып секіреді деген осы. Сен бірақ батылсың, мойыма. Сен әлі талай жетістікке жетесің. Мен саған сенемін деп Ибрагим ағай Салтанатты қанаттандырып қойды. Ешқашанда еркек адамнан қолдау мен ықылас көрмеген Салтанат үшін бұл сөздер тура өтпей қалған пышақтың жүзін қайраған қайрақтай қайрап жіберді. Тәтті шай мен жарасымды әңгіме балалар келген соң тоқтатылды. Сабақ дайындауға көмек сұраған балаларға Ибрагим ағай көмектесті. Қараңғы түсе үйіне қайтты. Әдеттегідей осы үйден ол кеткісі келмей кетеді. Қайтар жолда бүкіл ақпаратты ой елегінен өткізіп қорыта алмай келеді. Салтанатқа одан сайын тәнті болып, қалай осы келіншектің жүгін жеңілдетудің жолын қарастырып келеді. Салтанатта бәрі жақсы, өмірі өз ағымымен жүріп жатыр. Таршылық деген жоқ, тамағы тоқ, киімі көк, балалары аман. Ол нағыз бақыт пен тыныштықтың не екенін енді ғана түсінгендей, дәлірек айтсақ, сезгендей. Арқада қалған 10 жыл өміріне тек балалары болғандықтан шүкіршілік айтады. Бәрі алдымен Алланың, кейін Маралдың арқасы екеніне шүкіршілік айтуда. Құрбысын сағынып жүр. Келесі аптада Түркиядан келетін Маралмен қауышар күнді асыға күтуде. Балалары тәттелері мен ағалары Бақдәулет келуіне орай концерттік бағдарлама дайындап жүр. Араға 1 апта салып Марал мен ұлы Бақдәулет келді. Әуежайдан құрбысын күтіп алуға балаларымен бірге Салтанаттың қуанышында шек жоқ. Бірін-бірі 1 жылдан кейін көрмеген құрбылар осы күннің туғанына риза. Абыр-сабырдың арасында Салтанат Маралды байқады. Жолдан шаршаған болар деп болжады. Үйге жеткенше асық болып еш нәрсе демеді. Үйге жеткен соң барлығы бірге ас ішіп, балалар ән айтып би билеп шат-шадыман күйге оралды. 1 жыл бойы елде болмаған Марал кешкі астан соң орталық саябаққа барып қыдыруды ұсынды. Балалар қуанып дереу киіне бастады. Марал біресе күліп, біресе көңіл күйі түсіп жүргенін Салтанат байқап жүр. Іштей бір өзгеріс болғалы тұрғанын сезеді.
Саябаққа жетіп, балалар әртүрлі аттракциондарға мініп, Бағдәулетпен бірге алаңсыз ойнап жүр. Екі құрбы жаздың кафелердің біріне жайғасып, балмұздақ пен шырынға тапсырыс берді. Салтанат осы оңаша сәтті пайдаланып, Маралды әңгімеге тартты. Марал, не болды саған? Келгелі қабағың қатулы, тыныштық па? Салтош, негізі бәрі жақсы, бірақ саған айтарым бар, неден және қалай бастарымды білмей отырмын. Айта берші, дәл ортасынан бастасаң да бәрібір. Сен маған ренжитін шығарсың. Ой тоба, не үшін? Айтсайшы енді. Салта, жалпы былай болып тұр. Мен келісімшартты тағы бір жылға создым. Алдағы жылда мен келісімшарт бойынша қызметімді жалғастырсам, одан кейінгі жылы мен кәдімгі сол құрылыс компаниясының қызметкері ретінде қаламын. Оның үстіне компания құрылтайшыларының араттарына кіріп, акция сатып алуыма да мүмкіндік бар. Соған жетістік тілеймін әрине, бірақ сен сонда бір жола Түркияға кетпекшісің бе? Мен мына бір жылға зорға ұштадым, Марал. Иә, бір жола кетпекшімін. Олар менің жобаларым мен дизайндарым ұнап жатыр. Енді екінші рет келісімшарт созсам, онда айлық жалақымды 3 есе артады. Негізі менің айтпағым бұл емес. Тағы не? Деп Салтанат көзіне жас алып, күрсіне сұрақ қойды. Салта, мен 4 дүкенді де, 2 пәтерімді де сатуыма тура келіп тұр. Биылдан бастап компания есеп шотына ақша салсам, келесі жылы 1 пәтер және акция аламын. Мен тіпті айлық жалақымнан 25% салып отыруым керек, сомма толтыру үшін. Сонда сен, деп Салтанат сөзін аяқтай алмай, бір нүктеге қадалып терең ойға шомылды. Бір тұңғиыққа түсіп кеткендей адамдай, қос құлағы ызыңдап, екі көзі көрмей кетті. Қорқып кетті. 3 баламен қайда барамын? 3 баламды қалай асыраймын? Мен бұлай боларын білмедім. Мен тіпті саудамнан да пайда көріп отырғаным шамалы ғой. Түскен ақшаны айналымға саламын. Ал енді ол табысымнан да жұрнақ қалмайды ма сонда? Не болып кетті? Мен неге Маралға ренжіп отырмын? Мен оған қосып қойған міндетім жоқ. Ол маған бәрін берді. Тек маған сәл уақыт жетпей қалғаны болмаса. Енді бір ұшыл арқаға салғанда, менен болмаса бір бөлмелі пәтер алар едім. Енді не істесем екен? Салтанаттың ішкі дүниесі аласапыранға айналып, осыншама ойлар беймаза күй кештіріп жатыр. Салтанат, ойланып кеттің ғой. Жоқ, сен үшін қуаныштымын. Әрине, сенікі дұрыс қой. Қайта жақсы болды. Түркияға қонаққа барамыз деп бүлдіртпей күле салды. Тек сен ренжімеші, баламның болашағы үшін. Әрине ренжіме. Не үшін ренжуің керек саған? Түк те реніш жоқ деп ішінен екілеп жатқан сезімдеріне тыныш отырыңдар деп бұйрық берді. Ертесінде әдеттегідей Ибрагим ағай нан алуға келді. Түн баласы көз ілмеген Салтанаттың ісіп кеткен еді. Осыны байқаған Ибрагим ағай мән-жайды сұрады. Салтанат кешегі бұйрыққа бағынған сезімдері мен қорқыныштары еріксіз шыға кетті. Ибрагим сұлу келіншектің жылағанына шошып кетті. Салтанат барлығын тәлпіштеп айтып берді. Бірақ ойында, қорқынышында, дәрменсіздігінде жасырмады. Барлығын тыңдап болған соң Ибрагим ағай Салтанатқа ұсыныс жасады. Салтанат, маған тұрмысқа шықшы. Сенің мәжбүрлігіңді көрген соң айтып тұрғаным жоқ. Керек десең саған пәтерімді беріп, өзің қарттар үйіне барар едім. Бірақ мен сен үшін шын сүйемін. Бір жылдан бері айта алмай келемін. Сенің жылағаныңды көргім келмейді. Алла маған 20 жыл өмір берсе болды. Сырым мен дарынды үйлендіріп, нәзігімді ұзатсам болды. Сен ауылда мен келіндерге жақсылап тапсырып, өзім бір жағына шығар едім. Ағай, ойлан сұлуым, асықпа. Жауабын қарыз бермесең де болады. 2 жарты бір бүтінге айналсақ жақсы емес пе? Ақылың бар келіншексің, ойлан деп шығып кетті. Салтанат таптырап қалды. Кімге айтарын білмеді. Кіммен ақылдасарын тағы білмеді. Жан құрбысын айтайын десе оның өз басындағы проблемалар жетіп жатыр. Ең дұрысы сырымен ақылдасу. Осы ойына өзі қуанып кетті. Кешкісін 2 ұлымен тығылып ақылдасты. Балалар қуана келісті. Адамның жақсысын итпен бала біледі деуші еді баяғыда әжелеріміз. Негізі рас-ау. Анасы мен балалары осы шешімдерін Ибрагим ағайға айтуға асықты. Ол кісіні арнайы кафеге шақырып қуанғанын, келісімдерін бір ауыздан айтты. Ибрагим қуанғанынан жылап жіберді. Балаларды құшақтап Салтанатты маңдайынан иіскеп алғысын жаудырып жатыр. Яраға 2 апта салып Маралға бір хабарды айтты. Ибрагимді шақырып дастархан жайып, аздап шоқ болып қалған құрбысының батасын алып, барлығы бірге шаңырақтарына көшті. Көп ұзамай Ибрагим Салтанатқа су жаңа көлік мінгізді. Маралдың дүкенін өзінің жекеменшігіне сатып әперді. Қала шетіндегі жалға беріп қойған коттеджіне қоңыс аударды. Перделер мен люстраларын, кілемдерін, жапсырма қағаздарын бәрін Салтанат өз қалауымен қайта жасақтап алды. Балалардың әрқайсысына бөлек бөлмеден тиді. Олардың қуаныштарын сөзбен айтып жеткізу
мүмкін емес. Ибрагим осы бақытты күндерінің шын екеніне сенер емес. Мен тек түс көріп жүрген адамдай толқиды. Мен бақыттым деп үйдің төбесіне шығып айғайлағысы келеді. Әбден жалғыздықтан жаны жабырқап қалған жан ғой. Бір мақтаныс келіп достарын отбасыларымен шақырып, кішігірім пикник жасап, келіншегін таныстырды. Таныстық барысында қонақтардың бірі Салтанаттың төркінін сұрап, ыңғайсыз жағдайға қалдырды. Салтанаттың көңіл күйі күрт өзгергенін байқап, Ибрагим қипалақтап барады. Қонақтар кеткен соң ақырындап әңгімеге тартты. Салтуша, неге мұңайып қалдың? Жай, білмеймін неге екенін. Мұстафаның тілі ұзын, не жұмысы бар екен сенің төркініңді сұрап. Ибрагим, сізге айтарым бар, мен шынымен төркінімді сағындым. Төркінімді емес, әжемді сағындым. Ол кісі 5 ай уақыттан бері қозғалыссыз жатыр. Инсульттан аяқ-қолы тартылып, тілі түсініксіз болып қалды. Мен ол кісінің батасын алғым келеді. Барып келейікші. Қарғамау, сен айға ұшамыз десең де дайынмын ғой мен. 3 ай бойы осыншама қарбаластың соңында жүріп, Салтанат ауылдағы әжесіне баруды ұсынуға ұялып жүреді. Сәті түскен соң дереу ауылға қарай зулады. Әжесінің жағдайын көріп, Ибрагим ол кісіні қалаға кетті. Ақыл ауруханаға жатқызып, сөзі түсінікті болып беті бері қарады. Жарты жыл үздіксіз емнің арқасында 90-ға жақындаған әжей өз аяғымен жүре алатындай халге жетті. Қасына күтушісімен әжейді курорттарға да жіберді күйеу баласы. Әжесінің жағдайы жақсарып келеді. Балалары толыққанды білім алып жатыр. Ибрагим де тура 15 жылға жасарып кеткендей, барлығы бар Салтанатта. Ол шүкіршілік айтудан еш талмайды. Оның көңілі әрдайым тамаша. Айналаға шуақ шашып жүретін келіншек, өйткені тым бақытты еді. Соңғы рет қашан қабақ түйгенін ұмытып та қалды. Тек осы бір кішігірім жағдай орын алмайынша. Бірде супермаркетте ауылдағы сыныптас құрбысын жолықтырды. Хал жағдай сұрасып болған соң Салтанат, сен Байшалдың тоқалы екенсің ғой? Иә, ауылда солай деп жатыр ғой деп жерден жеті қоян тапқандай жеткізді. Салтанат өтіріктен күле салып қоштасуға асықты. Үйге келеді дегенше әлгі сөздер құлағынан кетпеді, дел сал күй кешті. Келіншектің көз жанарынан бәрін оқып, түсінетін Ибрагим кешкі астан соң ақырындап сұрады. Салтанбай, неге ашулысың? Ибрагим, сіз білесіз бе, кейде менің сізге тұрмысқа шығуым қате шығар деп ойлаймын. Неге олай дейсің? Бүгін мені бір құрбымды көрдім. Ол маған шалдың тоқалы екенсің деді. Мен не айтарымды білмей қалдым деп еркелей ренжігенін айтты күйеуіне. Салтуш, сен ондайларға ренжіме. Демек ол ойсыз әрі надан әйел. Сен менің кеш келген бағым емессің бе жаным? Деді. Ибрагим мен ағаймен Салтанат қазіргі таңда Алматы қаласында тұрып жатыр. Марал арқылы Түркиядан ішкі тоңдарды алып сатарлығымен айналысуда. Балалардың үлкені 16-да, Салтанаттың бірінші күйеуі және әйелімен ақыры ажырасып кетіп, ақырғы аяғында сотталып тынған. Кейде біз көшеде қол ұстасқан жас айырмашылығы біраз көрінетін жандарды көрсек, іштей балағаттап жатамыз. Байшалдың тоқалы басын айналдырып алған шағала деп жатады. Әркімнің өз өмір жолы, өзіне тарих. Ол жұрттың бастан не өткізгенін және қандай мақсатпен бас қосқанын білмейміз. Сондықтан біреуді сынамас бұрын әбден танып алғанымыз жөн. Мен Ибрагимді жақсы танимын. Редакцияға қызмет атқарған күндерім есіме алсам, алғашқы болып оралатын Ибрагим ағай. Шаңырағына барғанда Салтанат жеңгеміздің мейман күтіп алғаны Беудариға дегенді еріксіз айтқызады. Бұлқылдатып етті азып, тура журналшылар кемес акимат келе жатқандай күтіп алған еді. Адамға адамды Алла себепші қылып жіберетінін біле жүргеніміз абзал. Аман сау болғайсыздар. Осымен әңгімелердің соңы.